Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың арнайы тақырыбы жоқ. Мен БЖБ-ға дайындық деп алдым. Яғни бүгінгі сабақта өткен сабақтарды қайталайтын боламыз. Өтілген мақсаттар. Біз қандай оқу мақсаттарын өттік? Біріншіден, мәтіннен негізгі ой мен көтерілген мәселені анықтадық. Мәтіндердің стилін ажыраттық, стильдердің түрлерінде өттік. Күрделі жоспар құрдық. Шағын мақала жазып үйрендік және оқшы сөздерді ажыраттық. Солай ғой. Енді бүгінгі сабағымызда осы мақсаттардың ішінен біреуін немесе екеуін ғана таңдаймын. Сөйтіп сол бойынша дайындық жүргіземіз. Ал ертең БЖБ-да осы оқу мақсаттарының ішінен кез келген біреуін немесе екеуін таңдап алатын боламыз. Ал бүгінгі дайындық сабағымыздағы сендердің үйренетіндерің негізгі ойды анықтайсыңдар және күрделі жоспар құрасыңдар. Енді қалай анықтаймыз және қалай құрамыз? Негізгі ой дегеніміз ол мәтіннің не туралы, не жайында екендігі. Солай ғой. Ал күрделі жоспар деп отырғанымыз жоспардың кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерінің болуы және бөлімдерге бөлу. Енді мәтінмен таныс болайық, мұқият тыңдап, негізгі ойды анықтайтын боламыз. Олай болса, мәтінмен танысайық. Біз майданда болдық. Белуардан қан кештік. Көз жасымызды көл еттік. Күн-түн демей еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп оны абыроймен ақтадық. Бұл жеңіс бізге арзанға түскен жоқ. Ел дегенде еңіреген ерлеріміздің қан майданда құрбан болғаны аз емес. Қол аяғын беріп, мүгедек болып қайтқан ерлеріміз бар. Ұлы отан туған елім, туған жерім. Ұлы отан жалынына шарпылмаған біздің елде бірде-бір отбасы жоқ. Соғыс қайғысы, соғыс мұңы әрқайсымыздың басымыздан өтті. Жауынгердің сағынышы, ата-ананың қайғысы, жардың мұңы, жетім-жесірдің көз жасы әрқайсымыздың көз алдымызда. Мен өзім 40 жылғы қырғында аман қалған жандардың бірімін. Сол сұрапыл қырғын соғыста еліміздің талай саңлақ батырларының, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өз көзіммен қан майданда көргем. Менен артық, менен батыр, менен ақылды жігіттер өліп кеткенін көзіммен көрдім. Олардың иманы жолдас болсын. Олар ұлы отанымыздың тәуелсіздігі үшін жан аямастан соғысты. Тәуелсіздік үшін жан тәсілім етті. Міне оқушылар, біз осымен мәтінмен таныс болдық. Ендігі кезекте біз мәтіннен негізгі ойды анықтауымыз керек және мәтінге байланысты күрделі жоспар құруымыз керек. Ал бастайық. Негізгі ойды анықтап болсақ және күрделі жоспарымызды құрып болсақ, онда жауаптарымызды сәйкестендіріп, салыстырып көрейік. Негізгі ой. Мұндағы мәтіндегі Бауыржан Момышұлының айтқан сөзі не үшін, кім үшін ерлік көрсеткен жайында айтылады, мәтіннің басында. Одан кейін бұл жеңістің арзанға түспегендігі жайында. Яғни қаншама адамның қайтыс болып кеткені, қаншама отбасының жетім қалғаны, және қаншама адамның қол аяғынан айырылғандығы тағы да басқалар айтады. Өзінен батыр, өзінен де мықты ерлердің қаза болғаны жайында айтады. Солай ғой. Міне қысқаша 3-4 сөйлеммен осылай жазып берсек болады. Ал енді күрделі жоспар құрайық. Кіріспе бөлім. Жеңіс үшін төгілген тер, ондағы жеңіс үшін қан майданда жүргені, белден қан кешіп жүргендігі туралы. Негізгі бөлім. Отан алдындағы борышым деп айтады. Екінші, әрбір отбасын жалмаған соғыс жалыны. Үшінші, менен өткен батырлар деп тұрып айтады. Қорытынды бөлімде барлығының имандары жолдас болсын дейді. Яғни барлығы да тәуелсіздік үшін күресті. Шамамен сіздердің де құрған жоспарларыңыз бен негізгі ойларыңыз осымен шамалас болған шығар деп ойлаймын. Егер осыған ұқсас жоспар, осыған ұқсас негізгі ойды жазған болсаңыздар, онда дұрыс жазыңыздар деп есептейміз.